Айгерім, саған не болды өзі? Ұнамай тұрма әлде әлгі қыз? Мен жалт бұрылдым. Қай қыз? Әй, анау. Арсеннің сүйген қызы. Не де болса сол болады дейді. Арсенге не істесек те көнбейді. Арсен менің үлкен ұлым. 22-ге енді толған. Осыдан бір ай бұрын үйге қызды ертіп келді. Есімі Гүлсара. Сол сәтте жүрегім тоқтап қалғандай болды. Себебі Гүлсара менің өмірімді тозаққа айналдырған адамның туған қызы еді. Бір кездер мені аяусыз қорлаған, күйеуге тиместен құрсағымдағы баладан айырып, ар-намысымды таптаған адамның. Тіпті мен оның кесірінен өз-өзіме қол салмақ болғанмын. Оны да, оның отбасында ешқашан кешіре алмайтыныма сенімді едім. Ал енді тағдыр мені мазақ еткендей. Мен енді сол адамның қызын келін етіп қарсы алуым керек. Бөлмемнің ішіне кіріп, есікті іштен жаптым. Айнаға қарадым. Қайта келдің бе, тағдыр? Тағы да менімен ойнауға келдің бе? Көз алдыма бірден 17 жасымдағы сол қаралы түн елестеді. Мен жатақханада жалғыз қалғанда есікті қағып кірген сол адам. Жүрегімді жыртып кеткен қара көлеңкедей. Ал енді оның қызы менің үйіме келін боп келмек. Мен 47 жастамын. Бірақ ішімде әлі күнге дейін 17-дегі Айгерім тірі. Қараңғы, жалғыз, әлсіз. Сол түні мен қыз болып оралмадым. Тіпті қыз болып қалмадым. Өзімді де, өмірімді де жолда қалдырған түн еді ол. Жатақханада жалғыз қалған едім. Барлық қыздар демалысқа кеткен. Ал мен ауылға бара алмадым. Анам ауырып, ауылдан келе алмай қалған. Кешкі 9-дар шамасында есік қағылды. Айгерім, амансың ба? Деді таныс дауыс. Есікті ашсам, көрші факультеттегі аға курс студенті Жомарт. Мейірімді, ақ көңіл көрінетін. Бір-екі рет көмектесіп ағамдай болған. Тек сол түні. Ол шай ішем деп кіріп, мені өз төсегімде қорлады. Мен қорқып айқайлай алмадым. Денем істемей қалды. Сол сәтте менің өмірім екіге бөлінді. Таңертең денем ауырды. Киімдерімді көріп, өзімнен жиіркендім. Жыладым, бірақ ешкімге айта алмадым. Өйткені кім сенеді? Қыз жатақта жалғыз, есікті өзі ашқан. Өзі кінәлі демей ме жұрт? Жомарт сол күні кете барды. Кеткенде де менің бойымда бір ұрпақ қалдырып кетті. Иә, мен жүкті болдым. Бірақ жүрегімде бала емес, жара өсті. Анам естісе, тірідей көмеді дедім. Өзім түсік жасатуға ақша таппадым. Ақырында жалған досым таныс апа бар деп алып барды. Түсікті соқыр үйде жасатты. Сол жерде менің де өмірім өлді. Қан тоқтамай ауруханаға жеткізді. Дәрігер енді ана бола алмайсың деді. Ал Жомарт ештеңе болмағандай өмір сүре берді. Мен бәрін ішіме көмдім. Уақыт өте өмір қайта түзелгендей болды. Асанмен таныстым. Ол менің жанымды емдеді. Мені әйел ретінде құрметтеді. Бірақ мен оған бұл оқиғаны ешқашан айтпадым. Өзімді ұмытқандай болдым. Тек кеше Арсен мен Гүлсара үйге кіріп келгенде денем дір ете қалды. Себебі Гүлсара Жомарттың қызы. Тура сол адамға ұқсайды. Көзі, күлкісі, жүрісі айнаға тесіз. Мен бірден таныдым. Құдай, енді менің жауыма есігімді айқара ашып келін етуім керек пе? Түнгі сағат 3. Үй іші тып-тыныш. Тек менің көзім ілінер емес. Кеудемде ашық жара бардай, тыныс алу қиын. 4 қабырғаның ішінде өз-өзіммен тұншығып жатқандаймын. Қалқадан шықпай келе жатқан не істеймін деген сұрақ бар. Гүлсара менің өмірімді құртқан адамның қызы. Бірақ Арсен менің балам. Ол менің жаным, жүрегім. Оның бақыты мен үшін бәрінен қымбат. Бірақ мен бұл шындықты жасырып тұра аламын ба? Кенет аяқ дыбысы естілді. Баспалдақпен біреу жаймен түсіп келе жатыр. Арсен екен. Анау ұйықтамадың ба? Деді ол ас үйге кіріп. Мен шай қайнатып жатқанмын. Ұйқы жоқ. Мен де. Айтамын ба, мама, деді ол кібіртіктеп. Менің жүрегім зыр ете қалды. Білді ме, дедім ішімнен. Бірақ жоқ. Гүлсараны сүйем, мама. Шын білмеймін неге.
Бірақ ол ерекше. Сізге ұнар ма екен деп уайымдап жүрмін. Мен оған тіке қарай алмадым. Қасықпен шайды баяу араластыра бердім. Ұнатпасаңыз, қарсы болсаңыз, айтсаңыз, мен тастаймын. Бірақ өтінем, бір рет танысып көріңізші. Жаным ауырып кетті. Арсеннің көзінде маған деген сенім бар. Ал мен оның болашақ әйеліне қарап тұрып, өткендегі зұлымдықты ғана көремін. Арсен, дедім ақырын. Гүлсара жайлы не білесің? Әкесінің қайтыс болғанын. Шешесі қарапайым мұғалім. Бітті, өзі жақында ғана әкесі туралы шындықты білдім деп жылап еді. Бірақ толық айтпады. Кенет менің ойыма бір нәрсе сап ете түсті. Гүлсара өзі де шындықты енді біліп жүрме? Оның да жарасы бар шығар. Мама, сіз неге үндемейсіз? Бірдеңе болды ма? Мен оның көзінен көзімді тайдырдым. Ештеңе жоқ, балам. Ұйықта, таңда сөйлесеміз. Мама, ұйықта, дедім. Арсен. Даусым қаттырақ шықты. Ол таңғалып қарап тұрды. Жалынғандай қарады. Бірақ менің ішімдегі дауыл түрленіп тұрған. Арсен кеткесін көзіме жас келді. Егер ол шындықты білсе, менен теріс айналар ма еді? Ал Гүлсара шын мәнінде не біледі? Ол жай ғана кінәсіз қыз ба, әлде тағдыр маған қайталып жатыр ма? Үй ішінде үнсіздік. Екеуміз ғана. Гүлсара мені ас үйде күтіп отыр екен. Бір кесе шай құйып беріп қойыпты. Жайлап. Ренжімеңізші, келін сияқты боп ерте кіріп кеткендей болып тұрмын, деді. Мен үн қатпадым. Оған тік қарай алмай отырмын. Білмеймін, тәте. Сізге бір түрлі қарай берем. Бейне бір таныс адам сияқтысыз. Бірақ өмірімде көрмеген сияқтымын. Кенет маған қарап тұрып, сіз менің әкемді танисыз ба? Жүрегім тоқтап қала жаздады. Қолымдағы кесе дір ете қалды. Неге олай сұрадың? Дедім өзімді сабырға шақырып. Өйткені менің шешем сіз туралы бірдеңе айтайын деп бірнеше рет тоқталды. Бірақ әр жолы жылап тоқтап қалатын. Тек бір-ақ рет айтты. Бір әйелдің өмірі сенің әкеңнің кесірінен талқандалды, деді. Сонда шешең сенің әкеңнің кім екенін жасырып жүрме? Иә, тіпті туу туралы куәлігімде әкемнің аты жоқ. Менің жүрегім өртеніп жатқандай болды. Гүлсара бұл шындықты енді біліп жүр. Бірақ ол кінәсіз. Жай ғана бала. Сол бір тас жүрек әкенің ізі ғана. Бірақ неге дәл менің ұлыммен? Сіз менің әкемді білесіз бе? Деді тағы да Гүлсара, көзіме тіке қарап. Бір сәт үнсіз отырдым. Сосын алғаш рет жүрегімді жарып шыққан сөзді айттым. Білем. Ол елең етті. Көзінде үрей мен үміт. Ол кім? Айтыңызшы, өтінем. Менің тамағым құрғап кетті. Сенің әкең, дедім ақырын. Жомарт. Бұл есімді естіген сәтте Гүлсараның көзі шарасынан шыға жаздады. Жомарт па? Жоқ, мүмкін емес. Ол туралы шешем үнемі жылап отырады. Ол оны тастап кеткен. Бірақ мен оның сөзін бөліп, ол маған зорлық көрсетті, Гүлсара. Бұл сөзді айтқанымда ас үй іші сілтідей тынды. Гүлсараның жүзі қуқыл тартып кетті. Жоқ, өтінем, олай демеңіз, деп сыбырлады. Мен сені жек көрмеймін, Гүлсара, бірақ мен өзіңнің әкеңнің кесірінен ана бола алмаймын. Өзімнен ұялып өмір сүрдім. Ол түн менің өмірімді жалмады. Ал сен сол адамның қызсың. Гүлсараның көзінен жас ыршып кетті. Тәте, мен үшін де бұл жаңалық. Мен әкемді жек көрем. Өмірімде көрмесем де. Мен сізді көргеннен бастап бір түрлі сезім болды. Таныстай. Бәлкім менің жүрегім шындықты сезіп тұрған шығар. Гүлсара, менің ұлым, сенің сүйген адамың. Мен саған жамандық тілемеймін. Бірақ менің жүрегімде жара бар. Оны емдеу қиын. Өте қиын. Ол маған ұзақ қарап тұрды. Сосын орнынан тұрып, мені кешірмеңіз де. Бірақ мен кешірім сұрайын деп келдім. Не үшін екенін өзім де толық түсінбеймін.
Мүмкін менің әкем жасаған зұлымдықтың орнына сізден кешірім сұрайтын жалғыз адам мен шығармын. Сосын басын иіп үнсіз кетіп қалды. Ал мен отыра бердім. Үнсіз, қимылсыз, жансыз. Кеш, Арсен ерте келді. Қолында бір құшақ ақ раушан. Көңілді, көзі күліп тұр. Бірақ мен қабағымды аша алмадым. Көңілім алай-дүлей. Жаным қақ бөлініп жатқандай. Мама, не болды? Сізге бір түрлі сезіледі. Көңіл күйіңіз жоқ па? Отыр, балам. Даусымның тоны өзгергенін ол бірден байқады. Жанымда отырып, маған тіке қарады. Айтыңызшы, мама. Сіз соңғы кезде бөлек боп кеттіңіз. Күнде ойланып, түнде ұйықтамайсыз. Бірдеңе бар. Мен сезіп жүрмін. Мен көзімді тайдырмастан қарап тұрдым. Іштей сан мәрте дайындалған едім. Бірақ, Арсен, саған бір шындықты айтуым керек. Бұл сенің өміріңе әсер етуі мүмкін. Бірақ мен сені жоғалтқым келмейді. Сен менің жалғызымсың. Жанымның жалғыз жарғысың. Мама, қорқытып тұрсыз. Не болды? Кеудемнен ауыр күрсініш шықты. Сенің сүйіп жүрген қызың. Гүлсара. Не болды оған? Оның әкесі менің өмірімді бұзған адам. Арсен селт етті. Қалай? Ол адам менің алғашқы махаббатым еді. Бірақ бір күні мені қорлап кетті. Зорлық. Өзімнен ұялдым, айналамнан ұялдым. Кейін ана бола алмайтынымды білдім. Бірақ сені бауырыма бастым. Сен мен үшін бүкіл әлемсің. Бірақ бүгін сен сол адамның қызына үйленем дейсің. Бұл мен үшін тым ауыр. Арсен үнсіз қалды. Аузына сөз түспей отыр. Кенет. Бұл мүмкін емес. Жоқ. Сіз қателесіп жатқан шығарсыз. Жоқ, балам. Мен ол есімді ұмытқан емеспін. Ол Жомарт, ал Гүлсара оның қызы. Бүгін өзі мойындады. Шешесі ешқашан әкесі туралы айтпаған. Жақында ғана шындықты біліпті. Енді біз. Арсен басын ұстап отыра кетті. Жерге қарап тұнжырап қалды. Мама, мен оны сүйем. Бірақ сіздің жан айқайыңызды түсінем. Бұл тым ауыр екен. Мен сені ештеңеге мәжбүрлемеймін. Бірақ мен де енді үндемей жүре алмаймын. Арсен, бұл шындық ішімді жеп барады. Сен не шешсең де, мен сені түсінем. Бірақ мен де өзімнің жүрегімді сата алмаймын. Арсен орнынан тұрып, жылап жіберді. Қатты жылады. Кішкентай баладай маған құшақтап келіп. Мама, сенің қанша жыл үндемей келгенің үшін кешір мені. Мен жүрегіммен сүйіп қалдым. Бірақ сіздің жараңызды білмей жүріппін. Бұл түні ешкім ұйықтамады. Екеуміз екі әлемде отырдық. Бірі махаббат пен үміт үшін күресіп жатса, бірі өткеннің түнегінде тұншығып жатты. Кешкі сағат 9. Ас бөлмеде екеуі отыр, Арсен мен Гүлсара. Мен бұл жолы сыртымнан қарап отырдым. Есіктің ашық қалдығы сол екеуінің дауысы анық естіліп тұрды. Арсен сөзін бастапты. Гүлсара, мен саған шындықты айтуым керек. Бірақ бұл шындық сені жаралайды. Мені де. Тіпті бәрімізді. Бірақ айтуым керек. Гүлсара үнсіз. Сенің әкең менің анама зорлық көрсеткен адам. Сол сәтте ас бөлмеде бір сәтке тыныста тоқтағандай болды. Ауаны кесіп өтсең қан тамардай. Ол кісі Жомарт па? Деп сұрады Гүлсара әлсіз дауыспен. Иә. Мен сені жақсы көрем, Арсен, бірақ сенің анаңның көз жасы менің әкемнің күнәсі болса, онда мен қалай өмір сүрем? Мен де білмеймін. Мен де адасып тұрмын. Мен енді ғана анамның жарасын түсініп келем. Бірақ менің жүрегім сенікі. Гүлсара көз жасын тыя алмады. Мен сенің анаңа жек көрінішті болғым келмейді. Ол әйел жаралы. Мен онымен сөйлестім. Оның көзіндегі күйікті көрдім. Сен мені сүйесің. Бірақ сол сүйіспеншілік анаңның жүрегіндегі жараны емдей алама. Арсен үнсіз қалды. Сен мені сүйсең, сенің шешеңнің көз жасын тоқтата аласың ба? Жоқ, деді Арсен, мен ештеңені қалпына келтіре алмаймын.
Бірақ мен сенен де бас тарта алмаймын. Арсен? Иә. Егер мен кетсем, анаң тыныш ұйықтай ма? Егер мен осы үйден кетсем, сен анаңды кешіре аласың ба? Мен екіге айырылып тұрмын. Гүлсара. Бір жағым анам, екінші жағым сен. Бірақ мен анамды ренжіте алмаймын. Сенің орның бөлек. Бірақ мен бұл отбасына жара салғым келмейді, Арсен. Мен ешкімнің көз жасын арқалап өмір сүргім келмейді. Не айтқың келіп тұр? Мен кетем. Жоқ, Гүлсара, өтінем, сен менің өмірімсің. Арсен, кейде өмірде махаббат емес, ар мен әділет маңыздырақ болады. Сен мені сүйсең де, мен анаңның көз жасына тұрғым келмеймін. Осыны айтып, Гүлсара орнынан тұрды. Мен есіктің ар жағында тұрып жылап тұрдым. Гүлсара есікті ашып шықты. Маған тіке қарады. Жылап тұрған көзімен. Мен сізді түсінем, тәте. Кешіріңіз мені. Мен ұлыңызды ұмыта алмаймын. Бірақ сізді де жек көре алмаймын. Сосын үнсіз шығып кетті. Арсен ас бөлмеде еңіреп отырды. Менің жүрегім екіге бөлінді. Бірақ өзім емес, балама жаны ашып жыладым. Арада 2 ай өтті. Үйде үнсіздік. Ас бөлмеде бұрынғыдай күлкі жоқ. Арсен үндемейді. Жұмысына барып, қайта келіп бөлмесіне кіріп кетеді. Жүдеп кетті. Көзінің асты қарауытып, ұйқысыз түндер белгілеп тұр. Ал мен сырттай мықты болуға тырысам. Шым қанжыласа да бетіме күлкі тағып қоям. Бірақ бір күнде, бір сәтте барлығы өзгерді. Кешкілік есік қақылды. Ашсам, Гүлсара тұр. Көзі жылаған. Бірақ бетінде қайсарлық бар. Артында бір ер адам. Мен есеңгіреп қалдым. Тап басып таныдым. Ол жомарт. Өмірімді ойран еткен адам. Мені алғаш рет сатып кеткен, әйелдік ар намысымды таптап кеткен. Баламнан айырып өмірден. Айгерім, деді ол. Мені тыңдашы. Бір рет болса да тыңда. Денем дірілдеп тұрды. Бірақ ішкі сабырымды жоғалтпадым. Сенің алдыңа келем деп көп ойландым. Бірақ Гүлсара маған, сен егер шын адам болсаң, ана әйелдің алдына барып, кешірім сұрап, қызымның бақытын қайтар, деді. Жомарт тоқталып төмен қарады. Мен кінәлімін. Сенің өміріңді құрттым. Жаныңды жараладым. Жазықсыз едің. Қазір де кеш, білем. Бірақ мен Гүлсараны бақытты еткім келеді. Арсен мен оның бір-біріне деген махаббатын көріп, мен үндей алмадым. Мен жылап жібердім. Аяқтарым қалтырап, орындыққа отыра кеттім. Мені тыңда, Айгерім. Сен мені кешірмесең де, мен сенің алдыңда таяқ жеп, тізе бүгіп кетуге дайынмын. Бірақ баламыздың өмірін бұзбайық. Мен үнсіз қалдым. Гүлсара сөз алды. Тәте, мен Арсеннен бас тарттым, себебі сізді ренжіткім келмеді. Бірақ сіз бізге рұқсат етсеңіз, мен сіздің қызыңыздай болуға уәде берем. Көзімнен еріксіз жас ақты. Қатты құшақтап Гүлсараны бауырыма бастым. Балам, дедім, ақыры, мен өзімді кешірмесем де, сендерді кешірдім. Өмір бойы баламның бақыты үшін күрестім. Мен бүгін өзімнің өткенімді жерледім. Сендердің болашақтарың тірілсін. Бір аптадан соң Арсен мен Гүлсара қайта қауышты. Той қарапайым өтті, бірақ шын жүректен. Мен алғаш рет шын қуандым. Өткенмен емес, бүгін мен өмір сүре бастадым. Жомарт. Ол үнсіз кетіп қалды. Артық ештеңе сұрамады. Бірақ оның кешір деген бір ауыз сөзі менің ішімдегі тұманды сейілтті. Мен өзіме қайтып келдім. Ал ұлым өз бақытына,